522 миллион теңге, яғни компания қаражаты Бекболат Тілеухан мырзаға берілді. 128 миллион теңге менің қаражатым жеке ол кісіге берілді. Валлахи, биллахи, таллахи. Аллахтың атымен ант етемін. Ешқандай Каусар Тревел дейтін фирманың бар екенін білгем жоқпын. Одан соқыр түйін ақша алған жоқпын. Ол кісі әлеуметтік желіде қазір көрсетуде, яғни Құран кітабын ұстауда, басқа дүние жасауда. Алайда ол жерде жалпы қорғаушымда қатысқан болатын, Құран кітапты мен де ұстаған болатын, мен де ант еткен болатын. Жер бетінде оған дейін осы Медет Мұратбаев дейтін адам бар екенін білсем, Құдай мені тапсын. Меккеге барғысы келгендерді сергелденге салған Каусар Тревел фирмасының директорына сот үкім шығарды. Каусар Тревел тур фирмасының директорына жүздеген қазақстандықты алдады деген айып тағылды. Мекке мен Мединаға барғысы келген қажылардың әрқайсысы кем дегенде $1000 төлеген. Олардың кейбіреулері Қазақстаннан ұшып кете алмады, ал кейбірі шетелге барып алып, баспанасыз, ақшасыз және аш қалған. Сот процесі басталмай тұрып, күдіктілер журналистерге сұхбат беріп, мәселені түсіндірмек болған, деп жазды Отырар сайты. Мен ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Шымкент полиция департаментіне және инстанцияға арыз жаздым. Іс бойынша Бекболат Тілеухановты өтуге тиіс болған. Ол алданған адамдардың барлық ақшасын алып кетті. Бірақ қандай да бір себептермен ол іс бойынша одан жауап алынбады, деді сотталушы сот процесі басталғаннан кейін. Ал одан бұрынырақ Бекболат Тілеуханов осы іске еш қатысым жоқ деп Құранға қолын қойып тұрып ант берген болатын. Сотта 300-ге жуық қажы куә ретінде тартылды. Зардап шеккендер алданғандардың одан да көп болуы мүмкін екенін айтты. Сот отырысында прокурор айыпталушыны 4 жыл 8 айға бас бостандығынан айыруды сұрады. Сот үкімімен сотталушы кінәлі деп танылып, 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жазасын орташа қауіпсіздік мекемесінде өтейді, деді судья Айнель Орақбаева. Турфирма директоры өз кінәсін мойындамады және өкінбеді. Естеріңізге сала кетейік, жанжал осы жылдың қаңтарында болған, ал сот процесі шілде айында басталды. Шамамен 2 ай бойы судья осы іс бойынша зардап шеккендер мен куәгерлерден жауап алды. Ешқашан ондай нәрсе болған емес пе? Аллахтың атымен ант етемін. Беті бүлк өтпей жала жауып отыр, жала жапқызып отырған шығар байғұсты. Енді ол өзі Құдай білді.